Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айган Зылпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 9 сынып химия БЖБ 2 4 тоқсан көмірсутектер отын бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл жерде оқу мақсаты алкандардың химиялық қасиеттерін сипаттау, оны реакция теңдеулерімен дәлелдеу және этин мысалында алкеннің химиялық қасиеттерін химиялық реакция теңдеулерімен дәлелдеу, бензолдың алынуы, қасиеттері қолданылуын және соларды сипаттау болып саналады. БЖБ-ның орындау уақыты бізде 20 минут 15 балдық болып есептелінеді. Бірінші тапсырмада мына айналымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін химиялық реакция теңдеуін жазыңыз деген. Бұл жерде бірнеше айналымдар берілген. Сол бойынша реакция теңдеуін жазамыз. Біріншіде көміртектен метанды алу реакциясы. Екінші реакция теңдеуінде метанға бром қосу арқылы H бромды алдық. Одан кейін натрий қосып, бізде С2H6 этан және натрий бромидін алдық. Одан кейін сол этанға біз жандырған кезде көмір қышқыл газын және су бөлінген реакцияны алдық. Реакция теңдеуін теңестіруді ұмытпаймыз. Бұл тапсырмаға 4 балл беріледі. Енді келесі бізде екінші тапсырма бойынша. Екінші тапсырмада сызба нұсқасы берілген, нүктелердің орнына тиісті формулаларды жазып реакция теңдеуін құрастырыңыз деген. С2H2-ге оттек қосамыз, яғни СО2 және H2O шығады. Реакцияны теңестіреміз. Екінші ацетиленге сутек қосамыз және этен аламыз. Енді ацетиленге бром қосамыз, бромдау реакциясын жазамыз, яғни 1,1, 2,2 тетрабром этан алынады. Одан кейін ацетиленге су қосқанда CH3, COH шығады. Одан кейін ацетиленге күміс оксидін қосқан кезде күмістің карбиді және су бөлініп шығады. Бұл тапсырмаға 5 балл беріледі. Келесі үшінші тапсырмада бензолдың қолданылуының 3 саласын сипаттаңыз деген. Қазір ашып көрейін. Енді бензолдың 3 саласын қолдануын айтатын болсақ, бірінші қолдануында бізде полистирол полимерлер мен пластмассаларды жасау үшін. Екінші циклогексан, яғни тоқыма және инженерлік пластмассаларға арналған нейлон талшықтарын өндіруде. Үшінші толуол бензолды алмастырғыш ретінде, отын қоспасы ретінде осылар қолданылады екен. Бұл тапсырмаға 3 балл беріледі. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша бізде төменде айналуларды орындауға мүмкіндік беретін химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңыз деген. Бұл жерде метан, ацетилен, бензол, көмір қышқыл газдарының сөзбен берілген. Одан кейін біз формуласын жазып аламыз. Яғни бізде метан CH4 деп аталады. Одан кейін ацетилен С2H2, С6H6 бензол, СО2 көмір қышқыл газы болып саналады. Енді CH4 метаннан ацетилен аламыз, реакцияны теңестіреміз. Ацетиленнен бензолды алуға болады. Одан кейін бензолды жандыру арқылы көмір қышқыл газы және су аламыз. Реакция теңдеуін міндетті түрде теңестіруді ұмытпаймыз. Бұл Б тапсырмасына 3 балл беріледі. Сіздермен болған Айган Зылпиева. Менің YouTube каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, және комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Және қоңыраушаның белгісін басуды да ұмытпаңыздар, себебі менің әрбір салған видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады.
Келесі кездескенше видеода аман сау болыңыздар.